Достар, барлықтарыңызға сәлем. Бүгін бізде 3-ші сабақ. Бұл сабақта біздер келесі бөлімдерді өтетін боламыз. Бұл бізде 5-ші және де 6-шы бөлімдер. Мен сіздерге қазір ойнап берейін. Біз өткенде бүйтіп нені ойнағанбыз. 3-ші және 4-ші бөлім былай ойнағанбыз. Одан кейін біздер келесі 5-ші бөлімге келеміз. 5-ші бөлім біздер 8-ші пернеден басталады. 8-ші пернені басамыз да. Бірінші төменге шетеміз, іліп аламыз бас бармақты. Одан кейін астыңға нені жоғары төмен ойнаймыз. Төмен іліп аламыз, астыңға жоғары төмен. Одан кейін мына жақта 10-ші пернені ойнаймыз, іліп аламыз осындай. Бұны біз 3-ші бөлімде ойнағанбыз негізі. Дәл соны қайталап жатырмыз. Міне. Жоғары төмен 10 іліп аламыз, 7, жоғары төмен, үсті 10. Екінші төмен осылай. Жоғары төмен 10 іліп аламыз. Иә. Дәл 3-ші бөлімдегідей, 8-ші бөлімде. Одан кейін 10-ға түсеміз. Дәл жаңағыдай ойнаймыз. Міне, төмен іліп аламыз, сосын жоғары төмен, аста, сосын 12-ні бас іліп аламыз да 8-ді басамыз. Төмен іліп аламыз, жоғары төмен, үсті 12. Бұны бір рет ойнаймыз. Тағы да бастайық бұны. 8-ші бөлім. 8-ші перне. 10-ші перне. 8, 12. Одан кейін бұлай мынандай нәрсе жасаймыз. Бас бармақ тұра береді мына жерде. 10-ші пернеде біз шертеміз төменге. Екеуін бірге. Мына жақта 12-ні басып қаламыз. Бұл лига бізде. Лиганың дыбысы шығу керек. Басқан кезде мынада дыбыс шығу керек. Лиганың дыбысы шығу керек. Бұлай дейміз. Басып қаламыз 12-ні. Сосын жоғары төмен ойнаймыз да. Мына жақта 10-ші пернені шертеміз. Жоғарыға. Бүйтіп 8 басып қаламыз. Non-лигата дейді бұндайды. Тағы да 10-ды басып тұрмын. Төменге шертем. 12-ні басып қалам. Сосын жоғары төмен 10-ды ойнайым. 8 ойнайым. Одан кейін 7 мен 8-ге барамыз да, төмен шертеміз, іліп аламыз, сосын жоғары төмен, үсті 10 болады. Үсті 10 ойнаймыз. 4-ші сақпен. Тағы да кетті. Пам, 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 жоғары төмен, үсті. И бұны 2 рет ойнаймыз деп. Пам, 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 пам. Одан кейін үстінде 7-ші пернені басып қаламыз 1-ші саусақпен. Төменге шертеміз, іліп аламыз, сосын жоғары төмен, 10, 8, іліп аламыз, 8, 8, 7, и 1-ші бөлімді қайталаймыз. Енді тағы да тоғыттай ойнап берейін сіздерге. Келесі, бізде 6-шы бөлімге кетіп қалады. 6-шы бөлімді біз бұлай ойнаймыз. Бұлай істейміз оны. 5-ші бөлімді аяқтағаннан кейін 1-ші бөлімді ойнадық қой. Содан кейін бұлай істейміз. 3-ші саусағымызды жоғарыда 8-ші пернені басуға дайындаймыз. Бірінші ашық ойнаймыз. Деп басып қаламыз осыны бұлай. Осындай бұл соғызып. Так, енді бұлай істейміз, қараңыздар. Бірінші бұлай істейміз, басып қаламыз. Сосын барып үстіңгі шекті жоғары төменлейміз. Астында 2-ші саусақпен 7-ні басамыз. Бас бармақты былай қоймаңыздар.
Кстати, мына ойнағанда бас бармақтарын тік тұрсын былай жетіге. Тағы да төмен бас қоямын, жоғары төмен, астында жет. Тағы ашық 8 үстінде, жоғары төмен үсті, и астында жеті. Егер ойнаймыз осылай. Тағы да көрсем. Екінші. Одан кейін дәл осылай 13 пернеге жасаймыз. Бірінші ашық, сосын бас қоямыз онда. Сосын жоғары төмен, астында 8-ді басамыз. Бірінші саусақпен. Екінші рет. Екеуін қосам 8. Одан кейін қайтадан 8-ге барамыз бірінші ойнаған. Одан кейін 7-ге барамыз. 5. Екінші рет. Сосын соңғысы жаңағы біріншісіндегі естейміз. И жеті, үстіндегі жетіні басамыз да, и біріншісінде ойлап кетеміз. Міне төмен 8 басамыз, жоғары төмен 7, и біріншісінде. Бәрін басынан бастайын. 8-ден басаймыз. 8. Бірге ойнап берейін, сосын бүгінгі сабағымызды аяқтаймыз. 5-ші бөлім. Жетінші және одан кейін 8-ші бөлімдер кетіп қалады. Оны біздер келесі сабақта үйренетін боламыз. Достар, егер де бүгінгі сабақ ұнаған болса, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңдар. Және де үйреніп жатқан адамдардың бәріне сәттілік. Келесі сабақта көріскенше.